Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде үлкен жас адам білім алам десе, жасқа да қарамайды, уақытқа да қарамайды. Например, мен болды үйрене алмаймын деген әңгіме жоқ. Мен өзім таңғалып всегда мотивация аламын. Бізде онлайн сабақта зумда отырған, зумға кіріп сабақ өтіп отыратын. И бүгін тағы да қайтадан келіп бізде қайтадан оқу мүмкіндігі бар. Қайтадан келіп офлайнға келіп оқып отыр. Біздің апайымыз жасы өзі айтсын, өзі толыққанды не айтқысы келіп тұр, соны живой ретінде көрсеткім келіп отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті бизнес миллионерлер. Осы бастаған ісімізді Алла сәтін берсін, оңынан берсін, қайырын берсін барлығымызға. Бәріміз бір нәрсеге үміт жасап отырмыз. Ең бірінші Аллаға, одан кейін осы ісіміздің сәтті болуына сіздерге, барлықтарыңыз жассыз, мен болсам пенсионермін, сонда да болсам міне осы тіршілік жасайын деп осы курсқа жазылып келіп отырмын. Мына Умида қызымыздан ілім алдым, білім алдым. Умидаға айтам да, Умида, сен мына қазақтың томирисісің, қазақтың әлиясысың, қазақтың мәншүгісің. Неге? Осындай жауапты істі алып, өзіңнің артынан сонша адам сіздің отыр. Бірінші Аллаға сеніп, соны арғартай сізге сеніп отыр. Сондықтан да осындай біздің батыр қызымызға Алла сәтін берсін, жолын ашсын, одан алған, ілім алған, мына біздерге Алла ризық нәсібімізді көбейтіп, ілімімізді арттырып, амандықта, жақсылықта кездесуге, жұмыс істеуге Алла нәсіп етсін. Рахмет апай. Өзіңіз группамызда отырсыз, қанша адамдар живой ақшасы түсіп жатыр, өзіңіз айтыңызшы, оның барлығы реально қанша адам нәпақасын қарап отырсаңыз, осы ютубта қарап отыр, чатқа жазғанда, ура, ақша түсті деп қуанып жатады. Мен Умида сіңліме айтам да, Умида, сен өзің қандай іс істеп отырғанды өзіңді өзің бағаламайсың. Қанша адам қуанып жатыр, осы үйде отырмыз ғой, соны осы талпынып, осы сен үйреткеннің арқасында, мына бірінші Алланың арқасы ғой енді. Алланың ризашылығы болып жатқан дүние. Барлығы Алла қалағаннан кейін біз осы жерде оқып жатырмыз, осы жерде нәсіп тауып отырмыз. Сонда елдің бар қуанып жатыр. Мен айтам да, қызым, сен өзіңді өзің бағаламайсың, қанша адам қуанып жатыр. Бұл қуаныш деген жақсы ғой, қуанып жатыр, ақша түсіп жатыр, нәсіп түсіп жатыр. Я Алла, бәрімізге Алла нәсібімізді молайта бар. Мен айтқаныңыз келсін, апай. Рахмет. Енді өзіңіздің жасыңыз қаншада ойланып жүрген қыздар, жігіттер әлі күнге дейін қара жұмысты да істеп жүрген, зона комфорта дейміз ғой, жұмысынан шығуға қорқып, например, сол алып жатқан 80 мың, 60 мың, 100 мың, оны енді жамандау емес, адам әрекет жасаса, ақша табуға болады. Сол жайында түрткі болатындай бір сіздің сөзіңіз мүмкін бір адамның көңілінің ішіндегі зейінін ашып, жарайды бізге келіп оқымай-ақ қойсын. Басқа жақтан үйреніп болса да өмір өзгертетіндей, сол бір ауыз сөзіңіз. Құрметті менің балаларым, қыздарым, сіздердің барлықтарыңызға мен сәттілік тілеймін. Сіздердің барлықтарыңыз жассыздар, өсіп өніп жатсыздар, компьютерді жақсы білесіздер. Мысалы, мен шалапыл айтып компьютерді білем, пенсионер жастамын, 70-ке таяп қалдым, жасым болса да, соған қарамастан осы істі бастадым. Алла соны қолдасын. Айтайын дегенім осы мына шетелде жалпы мына Нобелевский премияны алады ғой, ол әлемдегі ең жоғарғы премия ғой. Соны 65-тен жоғарғы адамдардың 80% сондай осы пенсиядан жоғары адамдар не қылады екен. Бізде другой подход. Себебі пенсионерлер шетелде саяхатқа шығады, біреу благотворительностьмен заниматься, біреу екінші білімін арттырып жатады. Сөйтіп мына біздің үйде отырған әжелеріміз де талпынсын деген келеді. Ол мына отырып қалмау керек адам. Адам өмірден қалмау керек. Қандай жаста болса да алға жылжу керек деп ойлаймын. Жақсы апай, рахмет сізге осынша бізді құрметтеп, сабағымызға келіп оқып отырған. Алла разы болсын өзіңізге. Және де бізде өзіңіз оқудың курс бойынша бізде оқып жатқан кураторлар, например, үйде отырып, мынаны басасыз деп үйретіп отырған соларға барлығына рахмет деп айтқым келеді. Жалғыз адамның сөзі аты шықпайды. Себебі жалғыз өзім емеспін. Бұл жерде кураторлар бар, басқалар бар. Алла тағаланың ең бірінші, екінші жалғыз өзің болсаң ешқандай жете алмайсың. Сол үшін осы жерде айтқым келіп отқаны,
жалғыз мен емес, кураторларымыз, осы жерде бізде арендаға алып отырмыз, осы зданияның иесі, бүкіл командаға мен рахмет айтқым келіп отыр. Осы біздің апай бізді осыншалық бізге, например, жылы лебізін айтатындай болғанның барлығы бір ғана командамыздың арқасы. Осы командамызға Құдай бұйырса ауызбіршілік берсін. Аумин. Дастарханымыз тек қана жақсылыққа жәннесін, нәсібіміз мол болсын. Бірақ балдырыстың өзі оңай дүние емес. Әрбір нәрсе нанды табу, ол маңдай термен келеді. Балдырысты оқу, оны жету, түрлі қиыншылықтары бар. Соның бәрін біз сабырлықпен өтіп, соны арғартай жеңуіміз керек. Осы жұмыста бізге мына Үмида қызымыз, соның жанында жүрген көмекшілері, ұл болсын, Гүлжан, тағы да басқа мына студенттер барлығы бір ауыздан көмектесіп, осы бір ауызды болғандықтан ғана осы ісіміз іске асып жатыр. Аумин, рахмет. Әрқашанда биіктен көріне берейік. Аумин, рахмет апай, үлкен рахмет, барлықтарыңызға. Мінекей қараңыздар, оның барлығы Алла тағаланың қалауымен. Маған апайдың өзі қанша жасы уже 70-ға таяп қалған, бірақтан әлі де неге біз тоқтап қалу керекпіз? Неге біз қазір дәл қазір осы видеоны көріп тұрған болсаңыз да ойланып, о жұмысым бар, немесе анау мынау емес, адам шешімді дәл қазір бүгін, сейчас и сегодня деген сөз бар. Сол сөзден жасау керек. Неге? Себебі біз айтамыз, элементарно намаз оқуды да ертең оқимын, кішкене балам өсіп алсын, қазір балам 4 айлық, 5 айлық, ертең оқимын, сәл өсіп алсын. Өскеннен кейін мектепке барсын, мектебі бітсін, басқа қысын қалай кетеміз? Яғни ертеңнің бітпейді. Ертең деген такси, всегда айтамын, ертең деген таксименен ешқашан деген адреске жетесіздер. Сол себепті бүгін шешім қабылдау керек, бүгін ойлану керек, бүгін ертең күнді бүгін ойлану керек дегенсі. Қазір мүмкіншілік өте көп. Не то что Wildberries. В общем, Каспиймен істесеңіз де болады. Например, сіз жақсы затты біліп аласыз ба? Кірпік жасауды білесіз бе? Например, кірпік жасауды курс қылсаңыз болады, онда үйретсеңіз болады. YouTube-ға просто YouTube-тың арқылы да, YouTube-тың просмотры арқылы ақша тапсаңыз болады. Қазір Instagram барлық жерде. Яғни шынымен көзімізді ашайық, онлайн заман. Даже криптовалюта дейді елдер, например, криптовалютаны біреу жаман дейді, біреу дұрыс дейді. Оның барлығы бір ғана жұмыс жасаған білген адамға ақша тауып отыр. Сол себепті шешім тек қана өзімізде. Әрқашан шешім қабылдау үшін бізде Алла тағаланың бізге берген мүмкіншілігі, тағы да мейірімінің таңдау бар. Жоқ, таңдамайсың, осы ғана деген жоқ. Таңдау әрқашан бар. Таңдайсыз бүгін, немесе таңдайсыз ешқашан. Жақсы, сау болыңыздар.